Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгінгі видеода үлбіреген өте дәмді болатын картоп қосып пирожки дайындайтын боламын. Алдымен ашытқымызды дайындап алдым. Жылы суға кішкене кеспе дрожжды, 2 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық тұзды қосып, ерігенше әбден араластырып алдым. Одан кейін ыдыстағы елеп дайындап қойған ұнның басын біріктіріп, жұмсақ қамыр елеп қойдым. Және қамырымызды ашытуға қойдым. Арасында 3 рет басып, иінін қандырып ашыттым. Оған дейін картопты суға қайнатып, дайын болғаннан кейін ұсақтап жуасын турап, дәміне қарай қара бұрышын, тұзын қосып, езіп, онда дайындап алдым. Енді қамырымыз мына жерде 4-ші рет көтерілуі, ұзыншалап алдым, кесуге ыңғайлы қылып. Сосын бірде қылып бірнеше бөліктерге бөлдім. Жазып, арасына дайындап қойған картопымызды салып, жан-жағын бүріп, барлығын дайындап алдым. Неғұрлым қамырды иінін қандырып, 3-4 қайтара ашытсаңыз, піскен кезде қамыр өте дәмді болады. Осы кезде майымды қыздырып, табадағы астын жағып қойдым, қыза берсін деп. Барлығын дайындап алғаннан кейін, пирожкимізді екі жағын аударып отырып, пісіріп алдым. Не көргендеріңіздей өте жұмсақ, үлбіреген, дәмді пирожки шықты. Ас болсын. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер.